Күнделікті оқылатын аят және дұғалар өте көп. Оларды бөліп жаруға болмайды. Дегенмен тілге жеңілдірек һәм мағынасы ауқымды қысша дұғалардың бірін ұсынамыз. Әбу Хурайра радиаллаху анху риуаят еткен хадисте, кімде-кім ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин қадир деп күніне 100 рет айтса, 10 құлды азат еткенмен тең болады. Және де оған 100 сауап жазылып, 100 жамандығы өшіріледі. Және сол күні кеш батқанша шайтаннан қорған болмақ. Ешкім бұдан абзал сөз айта алмайды, тек одан көбірек айтқан адам болмаса, деген. Дұғаның мағынасы: Алладан басқа тәңір жоқ, ол жалғыз, және оның серігі жоқ. Барлық иелік оныкі, және барлық мақтау оған тән. Әрі ол барлық нәрсеге құдіретті. Бұл ең оңай орындалатын сүннет. Сонымен бірге, ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл сөздердің ең абзал деген. Абдулла бин Амр бин Ас радиаллаху анху риуаят еткен хадисте, мен және менен алдыңғы пайғамбарлар айтқан ең жақсы сөз: ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин қадир делінген. Расында да, бұл дұға оқушының иманын күшейтеді. Ал адам иманын қуаттайтын сөз ең жақсы сөз болары анық. Бұл дұғаны хадисте айтылғандай, күнделікті 100 рет айтуға шамамен 10 минут уақыт қана жұмсалады. Бұл сөздерді қоғамдық көліктен тұрып, көшеде жүріп бара жатып ақ, тіпті шаруаңызбен айналысып жүріп те айтуға болады.